Біз бүгін қима шектен шұжық істейміз. Қойдың қимасынан баяғыда шешем істейтін. Міне қима шегіміз, мінекей, ішінде майы бар. Ана етті турап, осының ішіне саламыз, мінекей. Оған мінекей тураймыз. Ет, жүрек тураймыз, құйрық тураймыз. Ұсақтап, шұжық сияқты ғой, шұжық сияқты тураймыз. Енді құйрық тураймыз. Кішкене сарымсақ салайық, кішкене дәмі болсын деп. Міне 2 қасық күріш саламыз, пісірмеген күріш. Дос саламыз, бұрыш саламыз, басқа ештеңе салмаймыз. Міне болды. Міне жасап жатырмыз. Мына шектің ішіне салып жатырмыз етті. Былай жылжытамыз. Шұжық қой, есебі шұжық. Апам осылай қима неден, шектен, любой шектен шешем істей беретін. Салмамыздың бәрін мына шектің ішіне салдық, мінекей бәрін. Енді аузын байлаймыз. Кәдімгі шұжық сияқты байлаймыз. Мына қима шұжығымыз пісіруге қоямыз. Міне пісті шұжығымыз. 2 сағаттай қайнаттық, ішіне ет салдық, күріш салдық, әсіп сияқты. Шұжық қой, шұжық болып шықты. Күріші бар, еті бар, мінекей. Қойдың ішек қарын алмайды, мінекей. Мынандай шегіне, мынандай осылай колбаса, мынандай шұжық істесе қандай тамаша, мінекей.